Сіз рубежка мен сессияға қалай дайындаласыз, тест болған жағдайда? За 2 дня начинаю учить тесты. Если сроки поджимают, то за 1 день учу спокойно. И самое главное — понимать вопросы. И при понимании вопросов мне достаточно 2 раза прочитать тест от и до. Сіз рубежка мен сессияға қалай дайындаласыз, тест болған жағдайда, және сізде 870 сұрақ бір күн? 20-30 сұрақтан бөліп жаттағанды жөн көремін, рет-ретімен. Обязательно кейбіреулер мысалы бөлшектеп оқыса, мен подряд сол 1-ден 870-ге дейін оқуым керек. 20-ны алам, мысалы 1-2 рет оқып шығам, түсінбесем қайттан, сосын өз-өзімді тексерем, одан кейін ғана бәрін жатталғаннан кейін ғана барып басқасына көшем. Сіз рубежкаге және сессияға қалай дайындаласыз? Өзіңіздің андай бір методыңыз бар ма жаттаудағы? Тест жаттауда ең бірінші очередте ол ассоциация, яғни айтқанда түрлі тесттің сұрақтарына, я болмаса ответтарына түрлі ассоциация қолданамыз. Яғни бір сөзге құрастырып, бір сөзге қастырып, соны солай жаттаймыз. Содан соң мен бөлшектеп жаттаймын. Мысалы 100 вопрос болса, оны 20-30 штуктан бөлсем да, соны бір қайталай берем. Мысалы 50 вопросты мен мысалы деген 1 сағат бойы қайталауым мүмкін. Солай жаттаймын. Сіз рубежка мен сессияға қалай дайындаласыз, тест болған жағдайда? В общем, я сначала 1 раз читаю все вопросы абсолютно. После этого отмечаю те вопросы, которые мне непонятны, и потом прохожусь по 2-му разу. Где-то 2-3 раза я читаю тест, и все.